Қайырлы күн, қазақ елі. Мынау жүрміз сабылып тағы. АЭС-ке қарсы болып сөйлеген 5 азаматымыздың сотына келіп едік. Оны да бүгін болдырмайтын қылыпты. Өткенде Петропавлға бардық, Жаслан Көпеевтің сотына. Ойбай, Петропавл су басып жатыр деді. Бүгін Алматыда білмеймін не болып жатқанын. Бұның барлығы халықты сабылту, шаршату, бұл қазақ халқын тоздыру ма, түсінбеймін мен. Мынау елімізді болса да кәдімгі есігі ашық, көрпе төсегі шашық, ұйқып қойдыңдар. Кез келген Қытайда, Орыста кіріп жатыр, бірақ өзіміздің қандастарымыз кіре алмайды, өкінішке орай. Қазақстанда жаңағы балақтағы бит басқа секірді дейді ғой. Сондай болып кірмектің барлығы ауыздарына келгенін оттайды. Оларға ешқандай заң жоқ, сот жоқ. Ал енді қазағымның елім, қазағым жерім, қазағымның тілі деп біреу бас көтерсе, оны апарып қамайды. Аузы мұрнынан шығып, бала шығып кетейін деп отырған әйелді апарып қамап, тордың ар жағында туғызып, ана мен баланы бөлек, жаңа туып атқан әйелді кобойлар қарауылдап тұр деген енді естіген құлақтан, көрген көзден ұят енді. Құдайды еске алмасаңдар да. 5-6 қорғаушы жүріп қорғады енді ол кешегі жас ананы. Бірақ басын тазалап алып шықпағаны өте өкінішті. 2 жыл үйғамақ деген ол өте өкінішті нәрсе. Мынау қаңтар оқиғасындағы шындықты айтамын деп, Думан баламыздың тірлігіне сараптама жасағанда, Мирзаходжаев деген өзбек азаматы. Соның бір жалған сараптамасына есіл ер қазақтың білде қайталанып өмірге келмейтін азаматын 7 жылға қамап, оны абақтыда қинап отырсындар. Ол өте өкінішті дүние. Сонда біздің Қазақстанымызда қанша мыңдаған азаматтар бар, осы білімді оқып жатыр, жұмыс істеп жатыр деген. Соның сонда біреуі Мирзаходжаевқа арызымағаны ма? Бұл үшін сараптама жасаушылар, сот орындағылар, прокуратурадағылар намыстанбайсыңдар ма ешқандай? Біз оқымағанбыз бұл жүйеде. Бірақ мына жақта отырып, күлмейтін жеріміз қамайтын болды қазір сендердің тірліктеріңе. Мына Қазақстан мемлекеті не болып бара жатыр? Әйтпесе ашықтан ашық айтыңдарсайшы. Қазақстанды өшіреміз, өлтіреміз, жоқ қыламыз. Біздің көздегеніміз осы деп ашық айтыңдар. Мына азғантай халық сабылып шаршамасын. Біз ойлап жүрміз, әйтеу міне ата тегіміз, ата бабаларымыз осы жерді ешкім қолдарына әкеп, тегіннен тегін жайбарақат тапсырып кеткен жоқ, мынаны ұрпақтарыңа беріңдер деп. Біз де сол ата бабамыздан қалған аманат жерімізді ұрпақтарымызға өткізгіміз келеді. Оған қазір ешқандай шара болмай тұр. Мен өзімнің ойым, мен Тоқаевты кінәламаймын бұған. Тоқаевтың бергі жағындағы сайқал, саясатты жүргізіп отырған адамдарды кінәлаймын. Өйткені бір Тоқаевтың 2 көзі, бір басы, ол жетпейді барлық жердің не болып жатқанын. Мен ол кісіні кінәламаймын. Бірақ Тоқаев мырза, менің сізге айтар датым, Алматыдан 2 адам, Қызылордадан 2 адам, Астанадан 2 адам. Орысша айтқанда шестерка дейме, нағыл дейді. Қазақша айтқанда сізге жеткізіп тұратын әр қаладан 2 адам қойсаңызшы біз сияқты. Сонда біз мына қалада не болып жатқанын жеткізіп отырамыз. Мысалға 16 қаладан 32 адамды бір-ақ күнде, 1-2 сағатта қабылдасаңыз, бүкіл қалада не болып жатқанынан хабардар болып отырар едіңіз. Менің айтар датым осы. Қазақ халқы білмеймін енді оянбасақ, біздің бір күні оянғанымызда елімізде, жерімізде, тілімізде жоқ болып қалама деп өзім уайымдаймын. Сол үшін жүрем өстіп, әйтпесе еріккен тірлігім жоқ менің. Осылай елім үшін, ұрпағым үшін жүрген адаммын. Аман болсын. Қазақстанымызды Алла жар болып әруақ қолдасын. Айтарым сол.